Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы People in History тақырыбын өтетін боламыз. 122 және 123 беттеріңізді ашыңыздар. Бірінші бізде exercise number 21, 21-ші жаттығу, read and circle, then listen and check. Оқы және дөңгелекте, одан кейін тыңдап, тексер дейді. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай оқушылар, қарамен берілген сөздердің екі сөз жазып қойған, сол сөздің біреуі ғана дұрыс. People in history деген тақырып, яғни тарихта болған адам жайлы. Бұл жерде Исаак Ньютон жайлы берілген мәтін. Ендеше оқып, аударып, дұрыс сөздің астын сызып қоршайық. Sir Isaac Newton was born in England on January 4th, 1643. His father was a farmer болады. Яғни бұл жерде he емес, his болады. Себебі ер адамға біз his деп айтамыз. Яғни оның әкесі фермер болды дейді. Because немесе but he died before Isaac was born. Бұл жерде but дегенді қоямыз. Яғни бірақ оның әкесі Исаак дүниеге келместен алдын қайтыс болды дейді. But he died because before Isaac was born. Isaac Newton is famous because, бұл жерге because қоямыз, себебі деген, о деген немесе деген, бұл жерге because болады. Because made many scientific discoveries and inventions болады, және деген. Исаак Ньютон танымал болды, себебі ол ғылыми жаңалықтар және өнертабыстарды жасады. His better немесе best discovery, his best discovery болады бұл жерге. Was that of gravity. Isaac Newton started thinking about gravity. An apple fell from a tree in 1668. Бұл жерде оқушылар an apple болады, яғни дауысты дыбыстардың алдында an артиклі қойылады. Оның ең күшті, ең керемет өнертабысы, яғни жаңалығы тартылыс күші болды дейді. Исаак Ньютон өзінің тартылыс күші жайлы ойлады. Қай кезде дейді? Оның басына алма құлаған сәтте дейді. Яғни Исаак Ньютонның басына ағаштан алма құлайды. Одан кейін ол тартылыс заңын ашқан. In 1668, Newton invented a type of telescope. Nearly all of the telescopes that astronomers use today are like his. 1688 жылы Ньютон телескоптың түрін ойлап тапты дейді. Және де қазіргі таңда астрономдардың қолданатын телескоптары барлығы дерлік осындай дейді. Isaac Newton died in March 31, 1727. Today people think of him as one of the greatest scientists in history. Исаак Ньютон 1727 жылы 31 наурызда қайтыс болды. Қазіргі таңда адамдар оны тарихтағы бірден бір ұлы ғалымдардың бірі ретінде ойлайды, есептейді дейді. Келесі exercise number 22, match, talk with a friend. 22-ші жаттығу, сәйкестендір, досыңмен сөйлес деген. Бұл тапсырмада оқушылар 4 ғалымның аты берілген және олардың не нәрсе ойлап тапқаны астында ABCD деп тұр. Қай ғалымның не нәрсені ойлап тапқанын сәйкестендіріп жазуымыз қажет. Бірінші бізде Карл Бенц. Карл Бенц ол бізде ең алғашқы автомобильді ойлап тапқан кісі, сондықтан да бұл жерде C жауабы дұрыс болады. First car, яғни алғашқы машина деген жауап. Екінші, Александр Грахам Белл. Александр Грахам Белл ол ең алғашқы телефонды ойлап тапқан кісі, яғни бұл жерде B жауабы дұрыс болады. Келесі үшінші, Wills Carrier ол бізде air conditioning, яғни конденсация, ауаны конденсациялау, яғни кондиционер ойлап тапқан кісі. Келесі соңғы, Perry Spencer ол бізде microwave, яғни микротолқынды пеш ойлап тапқан кісі екен. Енді астында оқушылар осы кісілердің туған жылы және қайтыс болғандарын сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Бірінші сұрақ бізде when was Carl Benz born? Қашан Карл Бенц дүниеге келді дейді.
He was born in 1844. 1844 жылы дүниеге келген. Келесі сұрақ. When did he die? Ол кісі қашан қайтыс болды дейді. He died in 1929. 1929 жылы қайтыс болды. What did he invent? Ол не нәрсе ойлап тапты дейді. He invented first car деп жазамыз. Ол ең алғашқы көлікті ойлап тапты деп осылай жауап беріп жазамыз. The next exercise number 23. Let's sing. 23-ші жаттығу ән шырқайық. Ендеше оқушылар әуенді тыңдап, артынан ілесіп қайталап отырыңыздар. The light bulb was invented by a man named Edison. And it's one great mind's invention that can be seen in every home. Inventions and discoveries that change the lives we lead. The world becomes a better place when you have the things you need. The fridge that's in our kitchen, the kettle and microwave, I'm so glad they were invented and that life's easier today. Inventions and discoveries that change the lives we lead. The world becomes a better place when you have the things you need. Келесі exercise number 24, 23-ші жаттығу. Think of your inventions that make your life easier and write them in your notebook. Compare your list with your friends. Бұл жаттығуда оқушылар өзіңіздің өміріңізді жеңілдететін өнер табыс жайлы ойлан, және де оны дәптеріңізге жаз деген. Және де досыңның парағымен салыстыр деген. Яғни оқушылар өздеріңізге өміріңізді жеңілдететін қандай өнер табыс бар, сол жайлы жазуларыңыз қажет. Мысалға телефон ба, машина ма, әлде тағы да басқа нәрсе ме, соны жазасыздар және де досыңыздың жазғанымен салыстырасыздар бұл жаттығуда. Келесі exercise number 25, 25-ші жаттығу. Read and match. Оқы және сәйкестендір. Яғни оқушылар астында бізде сөйлемдер берілген A, B, C, D және де үстінде бірінші, екінші, төртке дейін бұл жерде диалог берілген. Соларды астында сөйлемдер тиісті орнына қоймыз қажет. Бірінші сөйлем бізде B сөйлемін қойған. Енді екіншісін қарайық. Бұл жерде сұрақты былай қойған. Motor car mop, what's that? Бұл жерге оқушылар A жауабы дұрыс болады. It's a fun invention that helps you clean the floor faster. Келесі үшінші, how does it work? Ол қалай жұмыс жасайды деген. Motor car mop, яғни бұл жерде оқушылар автокөлік еден сүрткіш, яғни еденді жуатын автомобиль. Бұл жерде оның қалай жұмыс жасайтынын сұрап тұр. Үшінші сұрақта, екінші сұрақта ол не нәрсе екенін сұрап тұр. Үшінші сұраққа енді бұл жерде жауабы былай D жауабы болады. Just put a clean clothes on it and use this remote control to guide it around the floor. Келесі төртіншісіне C жауабы дұрыс болады. Let me try it. Oh no, it doesn't work. C жауабында It's okay, Pat. You must put batteries in it first, then you can have it clean the floor деп тұр. Яғни барлығы дұрыс. Pat, бірінші сен оның ішіне батарейкасын салуың қажет, одан кейін ол еденді тазалайды дейді. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. See you next lesson. Goodbye, students.